Ленинді жеңген қазақ. 1920 жылы Лениннің басшылығымен өткен халық комиссарлары кеңесінде жер бөлу мәселесі талқыланды. Қазақ шекарасын айқындап, өзгеден арашалап қалу міндеті Алаш партиясы негізін қалаушылардың бірі болған жас ғалым әрі саясаткер Әлімхан Ермековке жүктелді. Кеңесте Лениннің жанында болған Сталин бұл территорияларға қазақтың иелік етуіне түбегейлі қарсы шығады. Басты баяндаушы болған Әлімхан Ермеков бұлтартпас деректер мен нақты фактілерді келтіре отырып, Каспий жағалауы мен Ақмола өңірі қазаққа тиесілі екенін кеңес үкіметі алдында дәлелдеп шығады. Пікірталас бірнеше сағатқа созылып, түбінде небәрі 29 жастағы Әлімхан Ермеков сөзінен қайтпай, халық комиссарлары кеңесіне өз дегенін мойындатады. Бүгінгі әлемдегі 9-шы территорияның қазығы осылай қағылған. 2000 шақырым темір жол салған қазақ. Ол заманда темір жол салу қазіргі замандағы ғарыш кемелерін жасаумен тең болған. Өз заманындағы аса қиын технологиялар мен есептерді қажет ететін жұмысты қазақ баласы Мұхамеджан Тынышбаев қолына алады. Санкт-Петербург институтын байланыс жолдары инженері мамандығы бойынша бітірген Мұхамеджан Тынышбаев 1906 жылы темір жол трассаларын барлаушылардың есебін жасайды. 1914 жылы Тынышбаев Арыстан Бішкекке дейінгі жетісу жолының құрылысына басшы болып тағайындалады. Алайда революция мен азамат соғысы бұл жұмысты уақытша тоқтатады. Сібір, Жетісу және Түркістанды байланыстыратын жолдың құрылысы 1926 жылы қайта жанданып, Тұрар Рысқұловтың басшылығымен арнайы комитет құрылады. Комитетке инженер Мұхамеджан Тынышбаев кіреді. Тынышбаев басшылығымен жасалған жұмыс жобасының арқасында 25 миллион сом ақша үнемделіп, Түркісіб құрылысы бір жыл ерте аяқталады. 1931 жылы қаңтарда Түркісіб толықтай іске қосылады. Қазаққа қалаларды ешкім салып берген жоқ. Қалалар бізде 3000 жыл бұрында болған. Темір жолды да өзіміз басқарып, өзіміз салғанбыз. Патша үкіметіне ашық қарсы шыққан қазақ. Міржақып Дулатұлы 17 жасынан ағартушылықпен айналысып, Торғай, Зайсан, Омбы, Қызылжар өңірлерінде қызмет етіп жүріп, патша үкіметінің саясатынан әбден қажыған халқының жағдайын көреді. 1905 жылы орыс патшасына қазақ халқының атынан жасалған қарқаралы петициясына қатысады. Петициядан кейін Міржақып Санкт-Петерборда Серке газетін шығарып, онда алғашқы манифестерін жариялайды. Революциялық ойлары патша үкіметінің қытығына тиіп, жендеттер баспаға баса көктеп кіріп, материалдың бәрін жойып жібереді. Міржақыптың жазған «Оян қазақ» өлеңі патша үкіметінің зығырданын қайнатады. Қазақ газетінде 1921 жылы басталған ашаршылық жайлы ашық жазады. Міржақып бастаған зиялы қауым өкілдері 15 мыңнан астам мал жинап, ашыққан адамдарға жеткізеді. Ашыққан халқына көмектескені үшін Міржақып түрмеге түседі. Зұлмат заманда қазақ зиялыларына ұлтшыл, халық жауы деген айып тағыла бастайды. Жалған жала бірінші болып Әлихан, Ахмет, Міржақыпты жалмайды. 1935 жылы 5 қазанда кеңестің абақтысында Міржақып Дулатұлы көз жұмады. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер баста.